Сенің оңашада жасайтын ешкім көрмейді деп жасап атқан дүниелерің бізге белгілі. Мысалға, сен кітап оқып жүрсең оңашада, ол сенің сөйлеген сөзіңнен белгілі. Егер сен үйде біз көрмей тұрған кезде спортпен айналысатын болсаң, ол сенің мына денеңнен, фигураңнан белгілі. Егер сен уақытысында ұйықтап, уақытысында тұрып, дұрыс тамақтанып жүрген болсаң, ол сенің бетіңнің тазалығынан, энергияңның 5 шындай болуынан ақ белгілі. Ал егер сен оңашада маркетингті зерттеп, Қытаймен бизнес зерттеп, жалпы кәсіппен айналысып жүрген болсаң, ол сенің ақшалай результатыңа белгілі. Сол сияқты керісінше, сен оңашада жаман жаңалықтар, жаман видеолар көретін болсаң, ол да саған әсер етеді. Өмір депрессияда жүресің. Оңашада ешқандай спортпен айналыспай, жирный онша емес тамақтарды жеп жүрсең, ол сен мына бетіңдегі кіршіктеріңмен, қарындағы майларыңмен ақ белгілі. Егер сен біреудің қол астында жұмыс жасап, ештеңемен айналыспай, дамымай жүрген болсаң, ол да сенің ақшаңа, жалпы өміріңнің сапасына қарап уже белгілі. Сондықтан оңашада жасап жатқан дүниеңнің бәрін ешкім көрмейді деп ойлама, біз оның бәрін көреміз.